Ұлыманың жаман сайын жайлағанына 3 жылдан асқан. Бұл уақытта жамантының біраз көкпаршысы қамшысын мылтыққа айырбастады. Бір серкеге бола тарақланып күні бойы аттың сілікпесін шығарып шапқылағанша бір күн тау кезіп олжа түсіргеніміз артық дескен. Әсіресе жастар үйірсек. Үйлеріндегі 16 мен мелкачка көне бесатарларын көтеріп, ұлыманың тастан соққан тоқал тамында апталап жатады. Бірақ көбінікі етпен терінің арасындағы желік. Оларды кеудеден итермесе де, ұлыма іш тартып, аңшылық туралы ақтарылып сөйлеспейді. Әйтеуір тау кезіп, тарсылдатып аңда атпаса да үркітіп жүргендеріне мәз. Ондайды Алтынбек қарт дәңкеуде дейтін. Ал кезіккен аңды үйірмен қыруға құмбыл жігіттерге мешкей деп ат қойған. Ұлыма дәңкеуде мен мешкейдің талайын көрді. Мерген атасы дүние салғалы жайлаған есік пен түргеннің тауын тастап Қоңыртөбені паналауына да осындай аш көздік ықпал еткен. Азамат болып ата жұртқа барғалы 2 адамға көңіл ауып, бар білерін үйретті. Бірер айда қасқырша ұлып, елікше маңырауды меңгергендер 2 жылда мұнымен мергендік таластыратын болды. Қос қабырғаның арасынан оқ өткізіп, өкпесін тесуге дағдыланып алған. Тебеген құрдасы мен Аңғарбектің мергендікке баулығанымен қанағатпен мәрттікті сіңіре алмапты. Соны ойласа, өзегін өрт шалады. Екеуі де аңшылыққа құмартып келіп еді, артынан құнығып кеткенін білмей қалды. Барлығын құртқан бәтуасыз дүниенің бәдік патшасы атанған көрген адамның көзін арбап көкірегін соқыр қылар көк қағаз. Еңгезердей көлікке мініп, екиіннен демалған талай дәу аңға алып шық деп қолқалай келетін. Бір рет ертіп барамын деп басы бәлеге қалғаны бар. Әлгілердің мылтығы аңғы емес, соғыс қарнап жасалғандай, атқан аңның еті мен терісінен сау тамтық қалдырмайды. Оларға да аңның қызығы қажет емес. Тауға шығып, қылжақтау ғана керек секілді. Араққа тойып алып, елікше маңырашы, қасқырша ұлышы деп, құдды цирктің сайқымазақ клоунын көріп отырғандай қайта-қайта мазалап қажытып жіберген. Содан кейін қанша мәрте ақшасын қылтыңдатып қызықтырғанымен байшыкештердің ешбірін жолатпады. Тек 2 шәкірті әлсіздік танытып, әлгілерді ектетіп алды. Аңшылықтың қадірін түсірмеңдер деп қанша мәрте айтты, алайда ақшаның дәмін татып қалған пақырлар илікпеді. Әрі-беріден соң есің барда елің тап, қаңғыған жетім деп өзіне дүрсе қоя берген. Өздерін Алатаудың қожайыны сезінген олар дандайсығаны соншалық соңыра тапсырыспен жұмыс істейтін болды. Тебеген құрдасы бәйбішелері еліктің етіне әуес алматылық бай бағландармен сыбайласты. Олар қоңырау шалады, бәлем бас елік түген тұяқ арқар керек деп. Бұл тауға шығып, байқұс жануарларды оққа байлап қанын сорғалатқан күйі көлігіне салып алып шабады. Даланың аңын, қорасындағы малын сатқандай әрбір басын бәленбай мыңға бағалап саудалап қайтады. Есігінің алдында тышқақ лағы жоқ еді, 1 жылда қорасы малға толып, кеудесін желгернеп ісініп шыға келді. Бірақ соңы қайырлы болмады. 2 тауешкіні ертеңмен Алматыдағы достарын алып кеткен Тебеген сол сапардан оралмады. Кешкілік автокөлігі аударылыпты деген суық хабар жетті. Қарсы бетке шығып, автобустың астына кіріп кетіпті. Құдайдың құдіретімен көліктің жылдамдығын реттейтін құрылғының сабы скорость. Тебеген марқұмның қос қабырғасының арасына кіріп, өкпесін жарып жіберген. Осыны естігенде ұлыманың жүрегі зырқ ете қалды. Жарты жылға дейін аңға шықпай үйінде жатып алды. Қазірде аңды қарауылға алып, қабырғасын санай бастаған кезде ара-тұра Тебегеннің өлімі есіне түсіп кетсе, қолына діріл жүгіріп, діттеген жеріне тегіз алмай қалады. Аңғарбекте жер басып жүргені болмаса, адами рақаты түгесілген, тері сүйреткен, тірі тұлып. Тебеген елік пен арқар саудасын меншіктеп алғалы ол суыр, борсық аулауға кіріскен. Терсін тау қылып үйді, ішмайын шелектеп сатты. Көз көргендер Аңғарбек мылтық кезенгенде суырлар ата көрме деп жалынғандай, қосаяғын қайшылап, сұңқылдап жылғайды деседі. Ақыры Аңғарбек те жақсы болмады. Аңның киесіне ұрынды. Соңғы 3 жылда қылтанақ дертіне ұшырап, суырға ұқсап, шіңкілдеді де қалды.
көмейінен тамақ өтпейді. Төсінің үстін тесіп қалташа жасап қойған. Әйел шайнап сол жерден ас қазанына қорек салады. Көңілін сұрай барғанда тілдесуге де шамасы келмей қолын ербеңдетіп басын шайқай берген. Осының бәріне ұлыма өзін кінәлі санайды. Бабалар аманаттап кеткен Бекзат өнердің берекесін кетірдім деп күңіренгенде түн баласы көзілінбей дөңбекшіп шығады. Құдай қосқан қосағын азамат болған ұлдың қолына қалдырып, қосатын жетектеп, Алматының арғы басынан балалық шағы өткен бергі басына қоныс аударуының да бір себебі осы. Ұлыма жыл сайын ерте көктемде жер шолатын. Суықтөбенің шығыс қапталын бір аралап шыққан соң, Қоңыртөбені асып Ақтасты, Желсаз, Жамбас жайлаулары, қазақ пен қырғыздың қоңсы отыратын Ой жайлау, Сусамырға дейін барып, аңның мөлшерін бағдарлайды. Мұндай сапарға әдетте жалғыз шығатын, биыл ғана өзіне шәкірт қылуға икемдеп жүрген Ержанатты ертті. Әкесі ерте қайтқан ауылдағы жесір әйелдің кенже баласы басқаларда емес, салмақты. Кітап оқығанды жақсы көреді екен. Кітаптың не екенін білмей өскен ұлыманы кей кездері кітап сөзімен сөйлеп сүріндіріп кететіні бар. Өткенде Таутүргендегі екі шәкіртінің қайғылы тағдырын айтып бергенде ойланып отырып қалған. Қайтер екен деп суық жанармен сынай қараған бұған жүзін бұрмастан Әл-Фараби сөзінен мысал келтірді. Адамға білімнен бұрын тәрбиені үйрет, депті ғалым. Ұлыма өзінің көкейіндегіні бірнеше ғасыр бұрын өмір сүрген ақылды адамның айтып кеткенін естігенде аузы аңқиып балаша таңырқаған. Содан кейін Ержанатпен оңашаланғанда «Ал кітабың не дейді?» деп әңгіме сұрайтын. Ержанаттың арқасында сауат ашып, өлең мен данышпандардан қалған біраз сөзді жаттап алды. Бұл жолғы сапарда да аңшылық тақырыбы түйінделе сала, Ержанат кітаптан оқығандарын ортаға салумен болды. Екеуі бір апта бойы аттың белін суытпастан жүрді, бір апта бойы әңгіме шертті. Осы сапарда рухани жақындасқан ұстаз бен шәкірт Жамантының ішіндегі тас қораға қызыл іңірде жеткенде, есігінің алдында танауынан демі, сауырынан буы бұрқырап, 3 ат байлаулы тұрған. Кертөбелдің шылбырын Ержанатқа ұстата сала үйге кірді. Нағашысының үйіне келген жиендей түрде 3 адам шалжиып жатыр. Біреуі Адгонбай, қалған екеуді тани алмады. Жағалай амандасып бола бергенде полиция киімін киген қонақ сөз бастады. Аспалы шамның жарығы сығырайып түссе де көрініп тұр. Өзінің беті нарттай қызыл екен. Бетін шартабақтай қылып алып сөзшең көрінеді. Алыстан орағытып келіп қасындағы кісіні таныстырды. Ол таныстырған сәтте қоразданып көкірек керген тікен шаш, қысық көз тарамыс адам аудандық ішкі істер бөлімінің жаңадан тағайындалған басшысы болып шықты. Ұлыма Алтынбек атасынан қалған әдет бойынша екеуіне Қызылбет, Тікенбас деп ат қойып алды іштей. Қызылбеттің айтуынша Тікенбас бұрын Астанада да дөй қызмет атқарған. Ауданның жұмысını жетілдіру үшін орталықтан арнайы жіберілген білікті маман. Әбекең әуесқой аңшы, деді Қызылбет оның лауазымын таныстырып болған соң, әсіресе арлан қасқырға құмар. Бұл сөзді естігенде ұлыма кірпішашты сұр кісіге сынай қараған. Әңгіме басқа біреу жайлы болып жатқандай мізбақар емес. Құдалыққа келген бас құдада ештеңені жақтырмай кіржейіп отыр. Ол кіржейіп сазарған сайын Қызылбет жалпақтап жаны қалмай барады. Сөзіне қарағанда қопаның бойына қасқыр атуға кеше шықты, бірақ ештеңе таппай құрсандалыпты. Сол жақта бір қойшының аузынан қасқырша ұлитын аңшы бар дегенді естіп Жамантыға арнайы іздеп келген бет екен. Қасқыр атамыз дегендеріне ұлыма мырс етіп күліп жібергенін байқамай қалды. Артынша ерсі қылығын жуып шайып, қазір қасқырдың уақыты емесін ептеп түсіндіргенсіді. Бірақ айтқанын орындататын тентек баладай қонақтары қояр емес. Ақыры болмаған соң Қызылбет мұны оңашалап алып шықты. Әбекеңе қасқырды бір көрсет, сонша жерден келген еңбегіміз зая кетпесін, деп өктем сөйлеген. Қазір қасқырдың туатын кезі, абайсызда құртқасын атып, бөлтіріктерінің обалына қаламыз. Арланы кезіккен күннің өзінде жабағы жүні енді түлей бастады. Тон тігу тұрмақ есік көзіне төсеніш жасауға келмейді деп ұлыма да қасарысты. Қызылбет доқ көрсетуге көшті. Сонша бәлсінетіндей кімсің өзің? Айдалада не қылып жүрген адамсың? Сен бәлкім қашқын қылмыскер шығарсың. Құжатың қайда? Аңшылық жасауға рұқсатың бар ма?
Айда жүр, ауданға барып тексереміз деді, көзін ежірейтіп. Барсақ, барайық деген ұлыма саспастан. Амалы құрған Қызылбет енді жалынды. Ағатай-ау, бір рет көрсетші қасқырдың қарасын. Атсақ аттық, атпасақ кетеміз ертең кешке. Адамбыз ғой, бір рет өтініш жасағанда шалқайып қалатындарың не? Мылтықтарды есепке алып жатырмыз. Маған да бірісің түсір. Мен танисың ғой осындағы 4 ауылдың учаскелік инспектормын деп лыпылдадым. Қызметімнен алып тастайды, көмектес Шағатай. Шиеттей бала-шағам бар деп жыламсырады. Басқа сөздеріне буыны босамаса да, бала дегенде ұлыма қол кете қалған. Жарайды деді, жай ғана. Шетенді мен Сарықойынның аралығында құлама жар болатын. Сол жардың күншығыс қабағы ежелден ит құстың мекені. Ұлыма ары-бері өткенде талай мәрте бөлтіріктердің ойнап жүргенін көрген, бірақ арландардың апанына барып тыншын алған емес. Маңайдағы қойшылар ит құс қалыңдап кетті, үркітіп берші деп қолқалағанда ғана даланың қайсар мінезді хайуанына қуғын салатын. Бүгін шақырусыз келген қос қонағын тура сонда бастап барды. Қызылбет пен Адгонбайды құлама жардың қарсы бетіндегі шетендінің қырқасына өрлетіп жіберді. Олар сол жерден апанның аузын дүрбімен бақылап, бөрілердің қарасы байқалса хабар беруі шарт. Өздері қалың жыныстан шыққан қасқыр соқпақтың қос қапталына жайғасты. Күн төбеден ауып, екінтіге таянғанда Қызылбет тымағын бұлғап белгі берді. Шамасы ит құстар кешкі жорыққа шыққан сыңайлы. Ұлыма қос аузын ыңғайлап, жерге сұғына етпеттей жатты. Көп замай бұты қолы сидиған бір қар басқан жас бөрлерін ертіп, алқымы кере қарыс көк шулан көрінді. Бірдеңеден сезік алғандай, бүлкіл желіспен бұлар жатқан жерден қиыстай тартты. Ұлыманың қос аузы жетер жер емес. Тікенбастың қолындағы соңғы шыққан аңшы мылтығы деп әлгінде Қызылбет қайта-қайта мақтаған. Қарауылға дұрыстап алса, бір жетсе соның оғы жетер. Ұлыма бауырымен жылжып Тікенбасқа жақындады. Ол бұған назар аударар емес, қасқырды көздеп қатып қалыпты. Бұл жете бере тыңқ еткен дыбыс шықты. Жас бөрінің біреуі домалап түсіп қайта түрегелді. Өзгелері тым-тырақай қашып, тобылғы шеңгелдің ішіне кіріп бой тасалаған. Ұлыма әлгінде көзден тасалау жерге қаңтарып қойған атына қарай жүгірді. Жаралы қасқырды жіберуге болмайды. Кертөбеліне қарғып мініп, белеске құйғытып шықты. Алдыңғы аяқтан мертіккен көкбөрі алысқа ұзамапты. Секеңдеп, сордың күшімен сүрініп қабынып қашып бара жатқан қасқырды кертөбел аттатпай қуып жетті. Атылып айбат шеккен кезде құлақтың түбінен тартып жіберген. Аузынан қан аралас жынын шашқан күйі жас бөрі тыпырлап жатып жан тапсырды. Бұл кезде барқырай айғайлап Адгонбай жеткен, артынша Қызылбет пен Тікенбас келген едіреңдеп. Қызылбет жалмажан терісін іреуге көшкенде Тікенбас қасқырдың шатына қол жүгірткен. Қалтасындағы бәкісін жарқ еткізіп, әлі жаны толық шыға болмаған жас арланның еркектік мүшесін кесіп алды. Аңтарылып қарап қалған ұлымаға зер салмастан екенектің біреуін бет орамалына орап қалтасына салды да, біреуін қақ ортасынан бөліп қылғытып жұта салды. Мына көрініске ұлыманың жүрегі шыдамай сырт айналып кеткен. Артынан біреу түрткендей болды. Тікенбас екен. Қолындағы солдаттардың қалайы құтысын ұсынып тұр. Шесің бе? Бұл не? Таза спирт тартып жіберден саулыққа пайдалы. Шымдықтың иісінен ақ жүрегі лоблып шыға келетін мұрнын тыржитып жақтырмағанын сездірді де, қайта-қайта басын шұлғып, ауыздығын алуды тілеп тұрған кертөбеліне қарай жүрді. Артқы жағынан қасқыр атқыш екеудің әлгі спиртті құлқ-құлқ жұтқан, жырқ-жырқ күлген дауыстары шығып жатты. Ұлыма қасқырдың өті, бауыры секілді мүшелері емдік мақсатта қолданылатынын, азуытсын кейбіреулер баланың мойнына ырымдап тағатынын бұрыннан білетін, бірақ енегін жеген адамды көрмек түгілі естімепті. Қайтар жолда қаға берісте Қызылбеттен мұның мәнісін сұраған. Жауап берместен бұрын шиқылдап тұрып тұншыға күлген ол алдымен мынау мынандай болады деп білегін білеулеген. Сосын спирттің уыты бойына тарап, ат үстінде теңселіп бара жатқан бастығына естіртпей, енді ағамыз жеңгемізге жеткенше жан таптырмайды деп сыбырлады. Тағы бір орайлы сәтте бастығының балалы бола алмай жүргенін де айтып үлгерді. Құдай қолдап, жас жеңгеміз бір шақалақты шыр еткізсе, екеуміз екі мәшине мінеміз деп алақанын сықылаған. Арада жыл өткен. Ұзынсарының кезі болатын. Үнемі сергек ұйықтайтын ұлыма дүршілдеген ат түбірінен оянып кетті. Таң атпастан шапқылап жүрген бұлгым деп ойлап үлгермеді, екі беті алабұртып ержан ат кіріп келді.
Ол амандасып үлгермей жатып, ұлыма сұрақ қойған. Ел аман ба? Бұл не түрлігіс? Аманшылық деген Ержанат жадырай күліп. Тек сізге бір хабар айтайын деп. Ол не хабар? Қызыл беттер келе жатыр. Әлгінде сары уазига Адгонбайдың есігінің алдына тоқтат. Енді келсе қашып кетемін деп отырушы едіңіз ғой. Сол есіме түсіп, қасқа дөненме міне шаптым. Жарайсың, деді ұлыма, Ержанатқа разылық кейіп танытып. Жұмыртқа жегіштерге ұсталмай тұрғанда жиналайық деп қалжыңдаған. Сол күні қырбасына шығып, қызылбеттер қайтып кеткенше үйіне жоламай жүріп алды. Бірақ артынан осы әрекетіне өкінді. Ұлыманы жолықтыра алмаған соң әлгі екеуі Адгонбайды алдыға салып алып, ана жолы қасқырдатқан шетенді сайына барады. Ары-бері аңдып, ересек қасқыр кездестіре алмаған соң Адгонбайды апанға түсіреді. Жемтік іздеп кеткен шешелерін күтіп жатқан 5 бөлтірік бар екен. Бесеуін желкесінен ұстап сүйреп шыққан Адгонбайдың арқасынан қағып, саусағына көк қағазды қыстырған соң тікенбас бөлтіріктердің шатына қол жүгіртіп шығады. Шеуі еркек екен. Сирақтан ұстап жерге бір-бір соғып өлтіреді де, бұтындағы безін суырып алып сол жерде жұтады. Ұрғашыларының тірсегін қиып, апан аузына қалдырып, жаманды қайдасың деп тартып отырады. Бұл сұмдық оқиғаны Адгонбайдың өзі ауыл жұртына кино көргендей әсірелеп әңгімелеп берген. Сол күні Қылышбек қария Адгонбайды алдырып, ақиқатын сұрапты. Аузы көпіріп болған жайтты баяндап бола бергенде Қылышбектің тәйт тексіз неме деген даусы шаңқ ете қалады. Адгонбайдың тақыр басынан қан бұрқ ете түседі. Бағанадан бері қамшысын білеулей ұстап, әзер шыдап отырған екен, ашулы қарт қақ шекеден тартыпты. Әкетіңдер сүмелекті, деді, сақалы дір-дір етіп. Ауыл адамдары ойбайлаған Адгонбайды қолтықтап үйіне жеткізген. Қызылбетке айтып соттатам сен қақпасты деп ол кіжінген. Сол күні алақандай ауылдың адамдары қақ жарылған. Бірі Адгонбайды жақтап, бірі Қылышбекті қоштаған. Ал ертеңіне ауылға ала көңбеңнен сары қойынның аузындағы сарайды жайлаған құлсымақтың кәсесі аттандап жеткен. Үйірлі қасқыр қорасына кіріп 20 қойын бауыздап кетіпті. Ол атына мініп, ақтерекке аттана сала, текшелінің ішіндегі Нәшірбек келген алқынып, тапа-тал түсте қойына қасқыр шауыпты. 5-еуін тамақтапты, 10 шақтысын бөліп әкеткен. Сол оқиғадан кейін-ақ Жамантының айналасындағы малшылардан маза кетті. Ақыры Қылышбек ұлымаға Ержанатты шаптырған. Бұл жолы да ертеңмен алқын-жұлқын жеткен Ержанат апыл-ғұпыл болған жайтты баяндап шықты. Қылышбектің қатуланып отырғанын, ауылдағы кейбіреулер әлгілерді иектетіп жүрген ұлыма деп бар кінәні осыған аударғысы келіп жүргенін айтты. 5 атары мен 16-сын қатар ілген ұлыма дереу атқа қонды. Жамантыға жете бере, кертөбелдің басын шетендіге бұрып бағытын өзгертті. Ержанат та ләм деместен соңынан салпақтап жүре берді. Екеуі баласын алдырып ашынған қаншық пен арланның ізін кесіп 2 күн шапқылады. Тек 3-ші күні қарасын шалып жолын торыды. 4-ші күн дегенде ғана жортулдан қайтып келе жатқан бетінде бір-бір оқпен сұлатты. 2 қасқырды өңгөріп әкеліп Қылышбек қарияның үйіне түсіргенде Жамантының жұрты да жан-жақтан жиыла қалған. Ит құсты ашындырып алма деп едім, деген Қылышбек өрт сөндіргендей түтігіп кеткен ұлыманың жүзіне барлай қарап. Кінәлімін қария. Бірақ менің кінәм әлгі нақұрыстарға ермей қалғанымда болып тұр. Қасында болсам, мұндай қанды қасап жасатпас едім. Жөн сөз. Бұл байқұстың не жазығы бар? Бәрін бүлдірген әлгі жалпақбет милиция ғой, деп өзгелер де қоштай кетті. Қасқырдың енегін жегеннес, сұмдығай, астапыралла десіп табырласқан. Болған жайтты ойша сараптап, саралап қойған Қылышбек те көпшілікті көп толқытпады. Үйге жүріңдер, бүгін жұма емес па? Деді біреу қол бұлғап тұрғандай Қоңыртөбенің басына ойлана қарап. Құран оқылық. Жамантының жұрты қопарла жылжып, шоқша сақалды шалдың соңынан ерген. Күз бен қыс ат алмастыратын қарашаның соңғы күндері болатын. Кешкі апақ-сапақта ұлыманың үйіне 2 аттылы адам сау өте қалды. Қызылбет пен Тікенбас. Көктемдегі қанды оқиғадан кейін Жамантыға жоламай кетіп еді, Бесмойнақ жақтан жасырынып түскен көрінеді. Қолқалап қоймаған соң ұлыма тамақтанып алып, түн жарымда аттанайық деген. Ержанатты оңаша шақырып алып, әлденені шегелеп тапсырды да ауылға қайтарды. Төңірек толық түнгі ұйқыға кеткен сәтте атқа қонған үшеу Балажанның бастауына жеткенше суыт жүрді.
Сол жерге аз-маз кідірген соң ұлыма шоқытастың үстіне шығып қасқыр шаулыд. Балажанның бас жағынан жауап қатқан ит құстың үні шықты. Ұлыма тағы ұлыды. Анау да қайталады. Жентік көрген құзғындай қызыл бетпен Тікенбастың көзі жайнан қақты. Бұл атына мініп үлгергенше екеуі бірдеңеден құр қалатындай тапырақтап шаба жөнелген. Түнделетіп жүріп қасқыр белгі берген тұсқа барып тізгін тартқан. Сол жерде тұрып тағы ұлыды. Бұл жолы әлгі дауыс Текшелі жақтан шықты. Бұлар сар желдіріп отырып Текшеліге шыққанда таң атты. Жерге жарық түскеннен ізгесіп дауыс салып көрді. Жауап болмады. Неде болса қасқарайғанын күтейік деп сол жерде аттарын тұсап кешке дейін жатты. Қараңғы түсе ұлыма тағы да ұлыған. Кешегі қасқыр дауысы шетендінің сайынан шықты. Шөуі далбалақтап солай қарай шапқанымен ештеңе таба алмаған. Осылайша 2 күн бойы ұлыманың қасында салпақтап жүріп Қызылбет пен Тікенбас құрғол қайтқан. Олар кете салып миығынан күліп Ержанат жетті. 2 күн бойы ұлымын деп тамағым қарылғып қалды ғой тегі. Бұларды осылай діңкелету керек деген ұлыма шәкіртіне сүйсіне қарап. Бұл сәтсіздіктен Қызылбет ештеңені парықтамаса да Тікенбас сезік алған. Қайтар жолда Бесмойнаққа асып түсер тұстағы Қызылжардың үстіне шығып ұлыманың үйіне дүрбі салумен болды. Бағанағы өздері жүрген сүрлеумен кешке қарай бір емес 2 аттылы қайтып келе жатқанын көргенде тас шайнап отырғандай тісін шықырлатты. Қызылбетке ләм деместен құлама жардан сырғанап түсіп, атының тізгінінен ұстаған күйі мелшиіп аз-маз отырды да қарғып мініп ылдилай шапқан. Сергінің артынан далбалақтап қуған Қызылбет ұлыманың үйіне жеткенше ештеңенің мәнісін түсінбеді. Заққор бастығы ұлыма мен Ержанатты қосақтап далаға алып шығып келе жатқанда да түк ұқпаған күйі меңірейіп тұра берген. Қапелімде басқан көрінеді, екеуі де қарусыз. Кеуделеріне карабинді тақап тұрып Тікенбас орысшалап боқтады. «Ұлы!» деді ақырып. «Бүгін бір қасқыр таппасам сендерді атамын, ұлы иттің баласы!» Ұлыма қасарсып мізбағар емес, атсаң ат дегендей мелшиіп тұр. Ержанаттың ес шығып кеткен. Тілі күрмеліп жалтақ-жалтақ қарайды. Тікенбас енді соған шүйлікті. «Кешелі бері бізді салпақтатқан сен күшік қой. Қане, қасқырша ұлымасаң итше қыңсылатып атып тастаймын, ұлы деймін саған!» Ержанат жоғары көтеріліп тұрған қос алақанын аузына қарай апарды. Қолын ерніне тақай беріп үн шығарған. «Ау!» Ұлыма ешқашан үйінің қасында тұрып ұлымайтын. Іштей тіксініп қалды. Ержанат қайта ұлыды. Бұрын қалай байқамаған, көмейі күмбірлеп қасқырдың даусын айнытпай салады екен. Бір кезде Жамантының бас жағындағы Арасан бұлағының тұсынан қасқыр үні шықты. Елің етіп, құлағын түре қалған Тікенбас тағы да ұлы деп зіркетті. Ержанат қайта ұлыды. Әлгі қасқыр жауап қатты. Осы кезде мылтықтың ұшымен талдырмаш баланы бір нұқыған Тікенбас «Мін атыңа» деді. Киініп алайын дегеніне қараған жоқ. Дедектеткен күйі алдына салып, Арасанға қарай айдай жөнелген. Олардың сұлбасы қараңғылыққа сіңісімен ұлыма да үйіне жүгірді. Қолына ілінген 16-сын оқтай сала атқа қонды. Арасанның аңын атпақ түгілі ағашын сындырушы болма, деп Алтынбек мерген аманаттап кеткен. Әулие қонған жердің қасиетті ақбас жыланы мен ақ бурасы, көкжал бөрісі туралы мерген атасының аузынан талай аңыз әңгіме естіген. Ақ бура мен ақбас жыланды көрмедім, ал көкжал үнемі төңіректеп жүреді мені, дейтін жарықтық. Талай мәрте жолымды кесіп өтті. Ол көзіме шалынған кезде бір бәледен аман қаламын деп отыратын. Тіпті кермандармен кескілесіп жатқан соғыста сол бөрі мені айналсоқтап шықпайтын деуші еді. Бұл да Арасан әулиеге қоныс болған өлкенің киесін сыйлап, олай қарай жорық жасамайтын. Ана жолы шипалы бұлақтардың төменгі қапталындағы қырқадан бір тарланды көргені бар. Өзі басқа қасқырларды емес, қара қошқыл, кеуделекен. Жон арқасында жалғыз жолақ байқалған. Іштей мерген атасына көрінген. Өзінің бала күнінде түсіне кіретін бөрі осы шығар деп топшылаған. Ұлыма атына қамшы баса түсті. Тікенбастар жүрген жол айналма, ал бұл түскен соқпақ төтесінен тартылған. Бірақ төте болғанымен ойы қыры, бұлтарыс бұралаңы көп, ат көсіліп шабалмайтын ыңғайсыз сүрлеу. Бір кезде қасқыр ұлыды. Ержанат болуы керек. Артынша таудың бас жағынан көкбөрі үн қатты. Ұлыма кер төбелді сауырға бір салып үйге қарай бағыттап жіберді де жаяу жүгірді.
Тау беткейіне қиғаштай тартылған жалғыз аяқ жолмен зымырап келеді. Ай сүттей жарық. Мешелі жерге жеткен секілді. Етекке көз жүгіртіп еді, ештеңені бағдарлай алмады. Жоғары қарағанда қылтиғанда қалт жібермес жанары жазбай таныды. Тарлан бөрі серке шоқының үстінде шоқиып отыр. Мылтық атып үркітіп жіберейін деді де өзін өзі тежеді. Әлгі тікенбас ештеңеден тайынбайтын дойыр көрінген. Ашумен байқұс баланы жазым қылып жүрер деп қауіптенді. Бұқпантайлап жоғары өрлеп бара жатып көз шалып қалды. Шоқпар тастың арғы қабағында жарғанатша жабысып біреу қарауытады. Тікенбас болуы керек. Ержанатты төменде ұлтып қойып, қарауылға қызыл бетті қалдырып, жалғыз тартқан секілді. Бір топ тобылғының түбіне бұқпантайлап жата кетті. Іштей тікенбастың ойын оқуға тырысты. Қазір бауырымен жорғалап, анау бір шоқиманың шығыс жағына шығуы керек. Сол тұстан қасқыр иіс ала алмайды. Жел қарсы беттен болып тұр. Атуға даңғайлы жер. Бұл жағаны дәл келді. Тікенбас тура межелеген тұсқа барып жасырынды. Енді сәл-пәл тыныстайды. Жүрегінің дүрсілі басылып, қан айналым бәсеңсіген сәтте шүріппені басуы тиіс. Ұлыма енді уақыттан жаңылыспау үшін 16-сын оңтайлап қойып, өз жүрек соғысын санап, тікенбастың ойын оқуға тырысты. Әлден уақытта таудың тымық ауасында шаңқ еткен дыбыс қосарланып шыққан. Тікенбас шүріппені басты ма, баспады ма білмейді, оң иығына біреу біз сұғып алғандай шоршып түскен. Одан кейінгісі бұлыңғыр. Қансырап жатқан жерінен тауып алған Қызылбет оны аудандық ауруханаға қалай жеткізді, қарамағындағы қызметкерлер қанша литр қан тапсырды, ешбірін білмейді. Арасындағы оқиғадан кейін апта өткенде жансақтау бөлімінде есін жиған. Қой құмалағындай жалғыз түйір қорғасын оң қолының қарын жалап өтіп, төс сүйегіне қадалған. Әйтеуір сарайы бүтін. Тікенбастың тілге келгендегі алғашқы айтқан сөзі Ұлыманы ұстаңдар болыпты. Тікенбастың жендеттері Ұлыманы ұстай алмапты деседі жұрт. Халықтың сөзіне сенер болсақ, Тікенбасты атқан Ұлыма емес, Тарлан қасқырдың киесі екен. Сол оқиғадан кейін Ұлыманы да көрген ешкім жоқ. Біреулер қырғыз асыпты десе, енді бірі ата жұрты Таутүргеннің қорыстарын сағалап жүр деп айтады. Әйтеуір Ұлыма бұл аймақпен қоштасар түні Қоңыртөбенің басындағы шоқпар тасқа шығып ұзақ ұлыпты. Соңы